Сондықтан біз әрбір істің нәтижесін Аллаға тапсырып, сол кезде бізде стресс, сол кезде бізде жаңағы жүрек талмасы болмайды, басқа қан құйылу болмайды. Неге адамдар сондай күйзеліске түседі? Өзіне алғандықтан. Қазір 500 мың алып жатқан адамды жұмыстан шығартса, ертеңінде біреулер асылып қалады. Ол не істейді? Мен енді қалай күн көрем дейді да. Туыстардың алдына қалай қарайым дейді мен. Көрдің ба? Жоқ, ол сен неге оған қарап отырсың? Емес қой ол. Алла қаласа одан көбін береді. Берекені беретін Алла. Сондықтан әрекет бізден болу керек. Нәтижені Аллаға тапсыруымыз керек. Аллаға тапсыруымыз керек. Сол кезде біз не істейміз? Біз жеңіске жетеміз. Біз әр қайсымыздың өзіміздің қазірне жеке пұтымыз бар. Бір пұт жасап алғанбыз. Шын ғой? Содан айырмауға тырысамыз. Бұл болмаса қалай болады күнім деп ойлаймыз. Олай емес. Нәтиже Алланың құзыреттілігіндегі нәрсе. Менікі, Алла шипа берсін деп ішем. Біз ойлаймыз шипа берсін. Ол қанша сенің клеткаңа, ағзаңа шипа береді, оны біз білмейміз. Біз білмейміз. Сондықтан жолға шықсаң да, дүние тапсаң да, бір мансапқа жетсең де, Алла қаласа береке береді. Алла берекесін берсін. Бұл мансапта тұрған ештеңе жоқ. Бұл тақта талайлар отырған, талайлар кеткен. Мен де кетем. Бұл да уақытша. Алла ғана мәңгі деген бізде сенім болу керек. Ешкім бұл дүниеде қалмайды. Біз ойлаймыз ғой, жаңағы суицид жасап, асылып қалсақ рақат болатын шығар деп. Рақат болмайды о жақта сен. Санаторий күтіп тұрған жоқ о жақта бізді. Сұрақ күтіп тұр. Әрбір дүниеде істеген амалдарымыздың. Қалай істедің, қайда таптың, қайдан таптың, қайда жібердің, қалай жараттың, бәрі тұр. Сондықтан ырзық несібе Алладан, әрекет менен деп, жаңағы қалай мысалы, бабаларымыз айтатын еді, ағаларымыз айтатын, екі қолға бір күрек, бір жерден жұмыс табылар дейді, рақат, ашуланбай. Аға жұмыстан шығып қалса, қайыр. Екі қолға бір күрек, бір жерден жұмыс шығады дейді. Солар өмір сүрді, балаларын ер жеткізді. Ешқайсысы аштан өлген жоқ. Мен сізбен біз секілді KFC жемеген шығар, бірақ алхамдулилля сармайын жеп, айранын ішіп, бауырсағын жеп, өсті алхамдулилля. Ешқайсысы болған жоқ.